Жақында көп депутат қан құсат бала шағасыменен авария болады. Ана қазақ тілі, кедейлердің тілі, тағы бірдеңе деп отқан депутат бар ма, қан құсат сол. Өзінен емес бала шағасы авария болады. Балдары қайтыс болып қалады. Сосын мына әншілерден 2 адам қайтыс болады. Сосын бір жердің президенттері қайтыс болады. Сосын бір жер ұрыс бастап кетеді өзінен өзі. Қай жер екенін мен білмеймін оның. Сосын бір жер омырылып, жердің астына кіріп кетеді. Сендерге тоба тосықты көрсетіп жатыр Алла тағалам. Малды 2-3 қылып жіберіп, малды не қылып, тоба тосыққа келің, соны көріп, біреуді көріп шүкір етің, біреуді көріп пікір етің деп сендерге ескерту беріп жатыр. Жақсы заманда жасап жатсыңдар ғой, аш емессіңдер, қарындар. Тек кредит демесең, былай бізде ондай алып баратқан бір не жоқ деймін да. Сосын мына наркотик сататындар, шегетіндер азайтпасаңдар қатты өздеріңе қиын болады. Көбің авария болып өлесіңдер. Сосын мына милициялардан да көбісі жақында бір қанды қырғын болады, атыспақ болады, сонда милициялардың көбісі өледі. Халықтың жағына өтпесеңдер өздеріңе қиын болады. Сен халық деген оразадан соң кішкене аяққа тұрайын деп тұр. Мен көрген түсімді айттым, мен басқа зат қосып айта алмаймын. Халық деген шүйкілдеп тұр. Газдың оның үстіне қосып жібереді, светтің оның үстіне қосып жібереді, судың оның үстіне қосып жібереді, мусордың оның үстіне қосып жібереді. Бәр зат 0-0 шықпайды. Сосын газаптың, ұрының, қарның заманы қазір не? Әділ адамның заманы емес. Ақ болсаң, алдаға қарай шылжымайсың. Ұры болсаң, газап болсаң, мошенник болсаң, сенің сөзің сөйленеді. Сосын блогерлерден атақты 2 адам қайтыс болады. Қайтыс болады, мен білмеймін. Осы оразаның ішінде көп атақты адамдар қайтыс болады. Сосын бір жерді өзінен өзі су басып кетеді. Бір жерге жылан сияқты, анандай басқа жыртқыш хайуандар кіріп бастайды. Сол кішкене өздеріңе сақ болмасаңдар қатты қиын. Сосын тұла бойыңдағы заттарды алдырып тастаңдар. Бүгін қатты енді шоласық мәселе келді, оны ешкім шеше алмаған екен. Аллаға шүкір, Аллаға шүкірім көп, шүкірім көп. Шешілді мәселе. Көп жерге барған, енді анай еркекті деген енді мал қылып тастаған ғой. Дуаланған еркектер вақытында етек кірішкендер, вақытында шештірмесеңдер, асыл өлесіңдер. Сол асыл өлу содан пайда болады. Ана дуа кештің істеп қойған заты жын не қылады да, мына оразаның ішінде жақсы шешіледі дуа деген. Жолдарыңды аштырың, анау кім істеді, мен істедім бе, ол істеді ме деп отырмай шештіріп тастаңдар.